Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бауырсақтың ең жақсы рецептісімен, өзімнің сүйікті рецептіммен бөліскім келеді. Бауырсақтар үлпілдеп, әдемі көтеріліп, дәмді болып шығады. Сіздерге ортасын көрсетейін. Өзім осындай болып шыққанын жақсы көремін бауырсақтың. Рецептегі барлық ингредиенттер видеоның астында описаниеда жазулы. Ең бірінші жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін жылы су, қант, май, дрожжи салып жақсылап араластырамыз. Енді ашытқы көтеру үшін 10-15 минутқа қойып қоямыз. Міне ашытқымыз көпіріп осылай көтеріледі. Оған енді 2 жұмыртқа, тұз және ұн салып жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр иленді. Қатты қолға жабыспайтын, осындай жұмсақ болу керек. Енді бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше орап қоямыз. Шамамен 30-40 минут. Қамырымыз көтерілді. Тағы бір басып көтерілгеннен кейін пісірсеңіздер тіпті керемет болады. Немесе асығыс болса бірден пісіре берсе де болады. Мен осылай екіге бөліп жайдым. Жайғанда мен жұқа етіп жаямын, сонда бауырсақтың іші ауасымен жаңағы видеода көрсетілгендей болады. Ал егер ортасы қамыр болғанын ұнатсаңыздар, онда біраз қалыңдау жайыңыздар. Енді екі жағынан қызып тұрған майда қуырып аламыз. Мен табада пісірдім, негізі шұңғыл ыдыста қазан сияқты болғаны жақсы. Сонда біркелкі әдемі піседі. Бауырсақтар осындай воздушный болып піседі, өте жұмсақ, дәмі өте керемет. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гаухар.